Күләш Байсейітованың жұмбақ өлімі. 24 жасында СССРдің халық артисі атанған әнші туралы аңыз да көп, әпсана да көп. Сталинмен қарым-қатынасы болған деген алып қашпа әңгімелер де әлі күнге дейін ел аузында жиі айтылады. Әншінің жұмбақ өлімі бүкіл кеңес одағын дүр сілкіндірді. Оның өлімін Сталинмен, НКВД-мен байланыстыратындар да бар. Күләштің шын есімі Гүлбахрам. 1912 жылы Қарқаралы уезінде дүниеге келген. 12 жасында Алматыға келіп интернатта оқыды. Оның музыкалық таланты кішкентай кезінен байқалып, жұрттың көзіне ерте түсті. Әкесі жасынан естіп өскен жыр қиссаларды, әндерді нақышына келтіре орындайтын. 18 жасында Қызылордада құрылған театр студиясына түсіп, оны бітіргеннен кейін музыкалық театрға жұмысқа қабылданады. Көптеген рөлдерді шебер орындап, жұртқа таныла бастайды. Күләш Байсейітова әнші Қанабек Байсейітовпен шаңырақ көтереді. Әншінің 3 қызы болды: Құралай, Қарлығаш және Қаршыға. Өкінішке орай Қаршыға балабақшада уланып қайтыс болды. Содан кейін қандайда бір сағынышты басу үшін Күләш әпкесінің қызы Раушанды асырап алады. Раушан Күләш қайтыс болғаннан кейін жетістікке жетті. Балет солисті атанып, Қазақ СССР халық артисі атағын алды. Өкінішке орай Күләштің күйеуі Қанабекпен ара қатынасы шиеленісті болды. Шығармашылықта олар бір-бірін тамаша толықтырғанмен, өмірде Қанабек тарапынан түсініспеушіліктер көп болды. Қыздарының бірінің айтуынша, Қанабек Күләш қайтыс болғаннан кейін бірден басқа әйелге үйленген. 1957 жылы әнші Күләш Байсейітова гастрольдік сапармен Мәскеуге барады. 1-2 күн алдын Қанабек Алматыға кетіп қалған. 6 маусым күні қонақ үйдегі ванна бөлмесінен Күләштің өлі денесі табылады. Бұл туралы Қанабек естелігінде айтады. Ваннаның қасына жетіп, жақтауына сүйенген күйі отыр дейді. Құламапты, тірі адамдай сүйеніп қана отыр екен. Дәрігерлер миына қан кеткен деген анықтама береді. Солай әнші 45 жасында дүниеден озады.